Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен сіздерге аюдың басын қалай жасауды көрсетейін. Фарида сіңіліміз сұраған, соның сұрауы бойынша аюдың басын домалақ қылып жасадыңыздар ғой, домалақ, соның мына жерде екі құлағы, мына жерде көзі, бәрі жүн болып кетеді енді. Сосын мына жерден аюдың мұрыны кетеді. Мұрыны енді бүйтіп дәу болып тұр да, бүйтіп алдынан қарағанда. Деп примерно салып жатырмын да мен. Осының мұрнын жасау үшін біз міне бүйтеміз. Мына жерде центрінде мынандай кішкентай сгиб болады. Алды совсем мынандай шүкір емес, бүйтіп почти прямо келеді да, одан кейін сәл ғана қысқарады. Сосын кейін мына жағы міне былай ұзарады. Осындайдан екі деталь. Осының мына жері мұрны. Мұрынның ұшы ғой. Осыдан екеу бір-біріне бүйтіп жалғанады. Екінші жағы осылай бүйтіп кетеді, екінші жағы. Мына жағы. Енді осыны бүйтіп бүктеген кезде мынандай болып шығады ғой. Міне, сонда мынау алдында бүйтіп қараған кезде бүйтіп тұрады. Ой, астына салайын. Так, міне алдынан бүйтіп қараған кезде мұрыны бүйтіп тұр. Мынау ар жағынан екінші деталь, мынау екінші деталь ар жағында тұр. Сонда мына жерде үшбұрыш тұр ғой. Ол үшбұрышқа біз мынандай жапырақ деймін, бірақ ұзындығын мына мұрынның ұзындығындай аласыз. Или қысқа, или ұзын, өзіңіз білесіз. Соның ұзынымен бүйтіп өлшеп, соның ұзындығымен бүйтіп мына жапырақты жасайсыздар. Сол мынаның астына келеді. Мынаның астына. Болды. Сосын мына жерден мұрын жасай саласыздар тряпкамен. Ішіне тоненький поролон салып. Сонда осы мұрын шығады әдемі болып. Не тұр ғой міне. Осы мұрыны осылай шығады содан. Қайдан мынау шығады дегізсіздер. Астындағысына, астыңғы аузына, мына жеріне бүйтіп келетін. Аузы ашық тұрады ғой. Оның кішкентай ғана, мынадан қысқа, мынаның жартысындай. Даже осындай ғана. Бүйтіп ай сияқты қылып әкеп, көріне ме? Ай сияқты әкеп өстіп. Мынаның ұзындығынан сәл ғана кішірек деп аласыз. Сол өстіп, осыны қаптайсыздар да астына қоя саласыздар. Болды. Сонымен аюдың үсті бітеді. Жаңағы көзі, дұрыс түсінбей қалады. Көрдіңіздер? Бүйтіп кетті. Осы түсінікті деп ойлаймын. Күнмен шағысып, мына карандаш дұрыс көрінбей тұр, енді дұрыс көрінеді деп ойлаймын. Түсіндіңіздер,